Табысты болудың ең жақсы жолы істейтін нәрсеңе ғашық болу. Мен сүйіктісімнің ауруына шалдыққан американдық тұрғынмын. Мұндай аурумен ауыратындар үлкен жетістікке жетеді. Егер бірнеше жүз жыл артқа шегінсек, бүгінде біз қарапайым деп санайтынның бәрі сиқырлы болып көрінер еді. Мысалы, қашықтықтан сөйлеу, ұшақпен ұшу, үлкен көлемді ақпараттарды өңдеу, бүкіл әлемді кішкентай ғана телефоннан тамашалау. Шынында да бұрын бұл сиқырға ұқсайтын еді. Енді бүгінгі күні сиқыр болып көрінетін болашақтағы қарапайым ғажапты сіз де ойлап таба аласыз. Адам ол ақша табу үшін денсаулығын құртады. Қайта сауығу үшін ақшасын жұмсайды. Ол қазіргі күннің рахатын сезінбей жатып, болашақты күтеді. Айналып келгенде бүгінімен де, ертеңімен де өмір сүрмеген болып шығады. Ешқашан өлмейтіндей тірлік кешеді. Ешқашан ғұмыр кешпегендей өмірден өтіп кетеді. Анам маған 5 жасымда өмірдің кілті бақытта екенін айтатын. Мектепке барған кезімде менен өскенде кім болғым келетіні сұралды. Мен бақытты болғым келеді деп жаздым. Олар маған тапсырманы дұрыс түсінбеген екенсің деп сөкті. Ал мен оларға өздері өмірден ештеңе түсінбейтінін айттым.